Ey Құдайым ай. Қазып жатырмыз, судың шығар түбі жоқ. Ей Ердос, тарт арқанды. Қазір қолым ойылды, табаным тесілді. Ей, су барсың ба? Жоқ. Қашанғы қазамыз? Су шыққанша. Су қашан шығады? Бір Құдай біледі. Ей, Мұхан, анда қараш. Баймырзамның ауылына аттылар бар жатқан сияқты. Баймырзамның ауылында той болып отыр ау деймін. Жүріп бізде барайық. Ассалаумағалейкум мырза. Ассалаумағалейкум мырза. Уағалейкум ассалам. Баймырза, құдықты қаздық. Құдық тереңдеген сайын тасы бітер емес. Сор жер ау. Мұхан, ол жерден су шықпайды. Енді сен несіне қаздың? Мұхан, сендерге бұл жерді қаздырған себебім сендерді төзімділікке, шыдамдылыққа, ең бастысы адалдыққа үйреткім келді. Ва, Баймырза, батаңызды беріңіз. Баймырза, мұнда қос сормаңдалар сізді мазақ етті. Білесіз бе, сіз айтқан құдық жайына қалды. Бермеңіз батаңызды. Ой, сендерді. Тоқтат, аптығыңды бас, айта бер. Бұл мырза, сіз айтқан тірлікті орындамай, ана бір көк соққандардың артынан қолап жүр. Батаңызды бермеңіз мырза. Тіптен дұрыс емес, бұлар құл ғой. Өлсе де құл болады. Жоқ, қателеспе Ботыш. Мұхан құл болған жоқ, өз адал еңбегімен жан бақты. Бірақ мына Мұхан құл емес шығар. Ана қара төбеде Қарадау дейтін балуан бар. Ол мына Мұханды жеңіп қоярдай күші бар. Сонда сен Мұханға күмәнданып тұрсың ба? Онда ертең ауыл тойында палуандар күресін ұйымдастыр. Сол жерде кім жеңеді, соның бағы жанып қалаға барсын. Құп болады мырза. Сіздің сөзіңіз екі етілмейді. Сен боссың Ботыш, бара бер. Ал Мұханжан, ертеңгі күресіңе саған сәттілік, мен саған сенем. Сенімді ақтайды деп ойлаймын енді. Рахмет мырза. Қалайық. Ва, Баймырза, әлгі Мұхан қазан құдықтан су шықты. Ауыл жатыр тойы жасап, ат Қасиетіңнен айналай Мұханжан, кешір мені. Баймырза, мына су өзіңізге. Ей жігіттер, адал еңбек деген осы. Мұхан қазған құдықтан қанша адам су ішпек?